أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Muaz bin Cebel пайғамбарымыздан былайша хадис жеткізеді: кімде-кімнің ақтық сәтіндегі ең ақырғы сөзі ла илаха иллалла болатын болса, онда ол адам жәннатқа кіреді. Енді осын талқылайық. Біріншіден, ислам ғұламалары осы және осыған ұқсас хадистерде айтылған ла илаха иллаллах сөзінің мақсаты тілін калимаға келтіру деп түсіндіреді. Яғни қайтыс болатын адамның жаннатқа жетелейтін нәрсесі тек қана Алланың бірлігін растау емес, бұған қоса Мұхаммад Расулуллах деген сөзі де қосылып айту қажет. Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулуллах деп айту керек. Бұлар бір-бірінен ажырамайтын бір алманың екі жартысы секілді нәрселер. Мысалы, әхлі кітап Хақ Тағаланың барлығына сенгенмен, оның алдын ала жіберген кітаптарында сүйіншілеп қойған ақырғы пайғамбарын жіберген кезде, олар сол пайғамбарды өздері ғасырлар бойы зарыға күткен пайғамбарлар екенін біле тұрса да, ара бұлтынан шықты деп қабыл етпеген. Олар былай дейді: ей жаратушымыз, біз саған сенеміз, біз сенің құлдарыңмыз, өзіңе құлшылық етеміз, бірақ Мұхаммед сенің елшің деп айта алмаймыз дейді. Сен біздің құдайымыз болсаң да, мына пайғамбарың біздің ұлттан шықпағандықтан оны қабыл ете алмаймыз дейді. Сондықтан Алла Тағаланың ақырғы елшін қабыл етпеген адам тілін қанша калимаға қарай бұрса да мұсылман бола алмайды. Екінші, Хақ Тағала қашанда пендесінің ықыласпен айтқан дұғасы мен амалын қабыл етпек. Міне сондықтан жұмырпас пенде қайтыс болар алдында тілін калимаға келтірсе, осы сөзі ықыласпен айтылғандықтан, яғни ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла деп айтқаннан кейін, Алла Тағала құзырында қабыл болмақ. Өйткені пенде ақтық сәтінде барлық дүниелік және нәпсілік сезімдерден арылып, ақыретке толық бет болып тұрады. Сол себепті оның айтқан сөзі жүрегінің терең түкпірінен тасты тескен бұлақтай мөлдіре бақпақ. Енді бір адамдар болады, ла илаха иллалла деп ағырай өліп кетуі мүмкін. Оның ла илаха иллаллах деуі негізінде Мұхаммад Расулуллах деуімен бірдей екеуі. Қатар айтқанмен бірдей. Жалпы оның жүрегінде егер иманы бар екендігін білдіреді осы тұста. Яғни сол жерде иман келтіріп кетпейді, өзінің жүрегіндегі бар иманын айтып кетеді. Екіншіден, бұл тіпті мұсылман болмаған адамға да қатысты. Bir адам мұсылман болмаса, өлерінің алдында ла илаха иллалла деп айтып кетсе, осы тұста ол Мұхаммад Расулуллах деп айтып кету тиіс. Үшінші, бірақ бұл құлшылық пен тәубенің қажеттілік деген сөз емес. Оның үстіне ешбір адам мен өлер сәтінде тілімді калимаға келтірем деп айта алмайды. Өйткені оның қалай өлетіні беймәлім. Кейде адам көшеде кетіп бара жатып, оқыстан яки ұйықтап жатып, арғы жағалауға жүріп кетуі әбден мүмкін. Сондай-ақ мен қартайған шағымда тілімді калимаға келтіріп құлшылық етемін деп те айта қою қиын адам баласының негіз. Өйткені қашан өледі, қай жерде өледі, не деп өледі белгісіз. Менің денсаулығым мықты деген адамның небір адамдар бар, ертеңінде қайтыс болғанын естисің. Өйткені ажал адамды қай жасында алатынын айтып, алдын ала хабар салмайды. Кейде пендеге бір мансап беріліп, бұл асыға бөлмеге кіргенде алдынан мерзімің бітті деп ажал шыға келуі мүмкін. Әр адамның қайтыс болар алдында жүрек пен тілін калимаға келтіруі оның өмірінің ісіне қатысты. Яғни мұсылманның өмір бақи жасаған құлшылығы мен салих амалы, оның еккен егіні де ақтық сәтінде айтқан калимасы
сол өмірінің нәтижесі мен жемісі болмақ. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде қалай ғұмыр кешсең, солай өлесің, қалай өлсең, солай махшарда қайта тірілесің дейді. Адам кейде өмірін бұралаңы көп қисық жолда өткізетін болса, онда жан тәсілім кезінде тілін калимаға келтіре алмауы мүмкін. Өйткені ла илаха иллаллах оның өмірімен тығыз байланыста болмаған соң, ақтық сәтінде де бейтаныстай көрініп тұруы әбден ықтимал. Ендеше өзін мұсылман санаған пенде ғұмырын ла илаха иллаллах қорғанында өткізбек дейіз. Яғни жиі тілін калимаға келтіріп айтқан дұрыс. Біздің қазақта не намаз оқымайды, не басқа қылмайды, тек қана қорыққан уақыттарында ғана тілін калимаға келтіреді. Бісміллә бісміллә деумен ғана шектеледі. Төртінші, тілін калимаға келтіріп көз жұмған адам тікелей жәннатқа кіріп кетеді дегенде мәселе жоқ. Өйткені адамның құлшылығы жоқ. Күнәсі, қысақсы көп болса, онда оның ақыретте есебі бар деген сөз. Тағылар ақым жасамаса, күнәларын жаһаннамда өтейді. Бұл жердегі мәселе жүрегіндегі иманы мен қабірге кірген бір мұсылман мәңгілік тозақ әлемінде қалмайды деген сөз. Алхамдулиллах раббил аламин. Вассалату вассаламу аля Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.